Тәуелсіздіктің 24-ші туған күнінде Петропавлдағы Береке ауданында 100 пәтерлі қос жатақхана пайдалануға берілді. Салтанатты жиынға қатысқан облыс әкімі Ерік Сұлтанов қоныс той иелерін тәуелсіздік күнімен де құттықтады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастар болашағымыздың тірегі деп сіздерге ерекше сенім артады. Жастарды қолдау аясында бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Бүгін жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2 жатақхананың кілттерін тапсырып отырмыз. Қоныс тойларыңыз құтты болсын. Мерекеде пәтер кілтін алу кез келгеннің қуанышы. Осыған орай жатақхана құрылысын жүргізген серіктестік басшысы да баспананың сапалы екеніне сенім білдірді. Мұнда жас отбасыларға арналған бағдарлама бойынша қала тұрғындары қоныстарына ие болды. Солардың бірі Буштаренкалар отбасы. Олар ағымдағы жылдың тамыз айында ғана баспана кезегіне жас отбасы ретінде тұрғанын айтады. Жарты жылға жетер-жетпес уақыт ішінде баспаналарының кілтін алып отырғандарына қуанышты. Получили очень быстро, вот получается с августа всего. Небәрі 4 айдың ішінде баспаналы болдым. Өте қуаныштымын. В преддверии праздника поздравляем всех казахстанцев. Ертеңгі күнге сеніммен қарау керек деп ойлаймын. Сонда армандарымыз міндетті түрде орындалады. Ал барша тұрғындарымызға айтарым, тәуелсіздік күнімен келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Салтанатты жиын соңында Ерік Сұлтанов пайдалануға берілген пәтерлерді аралап көрді. Баспананы аралап көрген өңір жетекшісі құрылыс компаниясының жұмысына да жақсы деген баға берді.